Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай керемет, хош иісті, тәбет ашатын кез келген тағаммен, нанмен жегенге сондай бір керемет әжеге дайындайтын боламыз. Қараңыздаршы, осындай қатты сұйық емес, түсі де айтып тұрған шығар, қандай керемет дәмді екендігін. Енді бізге ол үшін 3 килограмм, осылай 3,5-3 килограммдай қызыл болгарский тәтті, сосын 1,5-2 килограммдай помидор жуып тазалап алдық. Сосын өздеріңіз қажетінше осындай укроп, петрушка майдалап турап алдық. 1 ас қасықта шекер, 2 бас сарымсақ, яғни чеснок тазалап алдық. 4-5 штук осындай қалампыр, ащы қалампыр. Сосын қажетінше тұз, 200 мл сұйық май. Мінекей, осындай стаканмен өлшеп алдым. Бірінші жұмысымызды сарымсақтан бастаймыз. Сарымсақты алдымен блендермен жақсылап өткізіп алдым. Қаласаңыздар мясорубкамен өткізуге болады, маған осылай ыңғайлы. Мінекей, чесногымызды өткізіп алдық. Бұны бір шетке алып қоямыз да, енді қызыл болгарский және де ащы қалампырымызды жақсылап осылай блендерден өткізіп аламыз. Екеуін араластырып өткізіп жібердім. Сол кезде мына ыдыстарыңыз өткізіп жатқан блендер немесе мясорубка ащы болып қалмайды. Болгарскиймен араластырып өткізіп жіберіңіздер. Мінекей, ащы және де тәтті болгарскіларымызды өткізіп алдық. Енді кезекте помидорларымызды өткізіп аламыз. Сонымен осылай барлығын өткізіп алған соң, енді ең басты маңызды сәт қазанға салып рет-ретімен пісіретін боламыз. Қараңыздар, қызып тұрған қазанға помидорды және де болгарскіларымызды қосып саламыз барлығын бірдей. Жақсылап бір араластыр жерімізді, газды қатты отқа қоямыз, бір қайнап шыққанға дейін. Қазір бірақтан тұз қосудың қажеті жоқ, әбден бір қайнап шықсын. Мінекей, қайнап шықты, жақсылап бір араластыр жеріміз. Енді астын баяу отқа қойып, бір 40 минут қайнататын боламыз. Сол аралықта шекерді және де тұзды қосып, жақсылап бір араластырып, тағы да бір қайнап шыққанға дейін күтеміз. Қайнап жақсылап шыққан соң, тағы да тұзын көреміз. Тұзы енді сол кезде белгілі болады. Егер кем болса, тағы да тұз қосып жіберсеңіздер болады. Осылай қайнап жатқан кезде естеріңізде болсын, әр 4-5 минут сайын арасын осылай араластырып отырыңыздар. Енді осы аралықта мен банкаларды стерилдеп дайындап алдым. Осылай суға қайнатып стерилдеген жақсы көремін. Барлығы жақсы стерилденсін деп. Енді қалай стерилдейсіздер, өздеріңіз қалағандай жасайсыздар ғой. Мінекей, қақпақтарымызды ыстық суға салып қойдық. 40 минут уақыт осылай қайнатасыздар. Баяу отта арасын жақсылап араластырып тұрып, суы тартылып осылай қоюланған кезде 200 мл бағана сұйық майымызды қосып жібереміз да, жақсылап тағы бір араластырып қоямыз.
40 минут уақыт өтті. 40 минутта осылай қайнап шыққан соң бағанағы укроп, петрушка және де чеснокты қосып бір 7-8 минут қайнаттым. 7 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Жақсылап бір араластырып жіберіп мінекей 7-8 минут уақыт өтті. Қараңыздар, 7 минут қайнаттым. Көп қайнатудың қажет жоқ. Мінекей иісі деген керемет. Міне осылай дайын болды әжеге. Қараңыздар. Қоюлығы, сұйықтығы осылай орташа қоюлықта болып шығады. Енді дайын болып тұрған, стерилдеп дайын тұрған банкаларымызға осы әжегаларымызды салып жауып алатын боламыз. Достар, сіздер әжеганы қалай дайындайсыздар? Жалпы, егер менің рецептім ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар, және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып, тегін лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді жазып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Ешқандай үксіз қолданбаймыз. Осылай қайнап тұрған судан крышкаларымызды, қақпақтарымызды шығарып, бетін жақсылап жауып аламыз банканы. Жалпы достар, мен осылай аджика кобра салаттарды кішілеу шағын банкаларға жапқанды жақсы көремін. Себебі үлкен банка қолданатын болсақ, ол ашылғаннан кейін біраз күн холодильникте тұрып қалуы мүмкін. Ал мен осылай свежий түрінде қолданған өте қатты ұнайды, өзінің хош иісін және де дәмін, түсін өзгертпейтін болады. Сол үшін сіздерде осылай шағындау банка жабуға кеңес беремін. Әсіресе осылай ащы аджика салаттарды. Енді осы мен дайындаған осы өлшемдегі аджика менде 5 банка болып шықты. Әртүрлі, біреуі 500 грамдық, біреуі 600 грамдық, сондай банкаларда жалпы есептегенде 3 литр аджика шықты ғой осы рецептпен. Мінекей осылай түсін қараңыздар, әдемі түсте, енді иісі деген керемет. Осылай біздің аджика дайын. Достар, рецепт ұнаған болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қараңыздар, міне қоюлығын. Мінекей. Басында сіздерге айтып өттім, мен ашысын қатты ащы етіп жапқан жоқпын. Себебі менде кішкентай балапандарым осындай шамалы ащылау аджиканы тамақтарға қосып жегенді қатты ұнатады. Оларға қатты ащы жапсам, жей алмай қалады деп. Бірақ ащысы бар, әжептәуір ащысы бар. Соның өзінде менің балапандарым өте қатты жақсы көреді. Мінекей, осылай. Иісі де, дәмі де керемет екен. Көрініп тұрған шығар, я. Міндетті түрде жасап көріңіздерші. Ас болсын достар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Керемет.